Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы судың қасиеті, көк құтанның ақылы. Ортақ тақырыбымыз су тіршілік көзі. Бүгінгі сабақтың мақсаты өз ойы мен сезімін көркем, бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Судың қандай қасиеттері бар? Біз бұдан бұрынғы сабақтарда алған білімімізді еске түсірейік. Судың қандай қасиеттері болушы еді? Жақсы, су мөлдір, түссіз, иіссіз. Және су тіршіліктің көзі. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Судың қасиеті көп зерттелді. Су өте жұмсақ болғанымен, ол ең қатты жартастардың өзін тамшылап тұрып-ақ тесіп шығады. Қазіргі ғалымдардың дәлелдеуі бойынша судың есту де қасиеті бар екен. Енді балалар, оқулығымыздың 88-89 бетіндегі көк құтанның ақылы мәтінін түсініп оқып шығыңдар. Мәтін бойынша берілетін тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Сүлеймен патша киелі суды ішуден неге бас тартты? Дәлелді пікірлер жаз. Екінші тапсырма. Суға қатысты тыйым сөздерді жалғастырып жаз. Мысалы, түнде суды төкпе. Тағы да осы суға қатысты қандай тыйым сөздер бар еді? Соларды есімізге түсіріп жазамыз. Үйге тапсырма. Оқулықтан 88-89 беттегі мәтінді оқып, оны өз сөзімізбен мазмұндап айтамыз.